Hi everyone, welcome to the rubric Did you know? Армысыздар қадірменді көрермендер, бүгінгі біздің кезекті сіз білесіз бе айдарына қош келдіңіздер. Бүгінгі айдарда біз сіздермен ағылшын тілінде кеңінен қолданылатын must және can модальді етістіктерінің өткен шақтағы формаларымен танысатын боламыз. Must етістігі ағылшын тілінде бір іс-әрекетті істеу немесе істемеу керек міндеттілігін көрсетеді екен. Мысалға, I must help my brother. Мен бауырыма көмектесу керекпін. Енді осы сөйлемді өткен шаққа аударған кезде, must модальді етістігінің өткен шақтағы формасы had to болып келеді екен. Мысалы, I had to help my brother. Мен бауырыма көмектесуім керек болған. Келесі модальді етістік can. Can модальді етістігі ағылшын тілінде бір іс-әрекетті істей алу қабілеттілігін білдіреді екен. Мысалы, I can speak English. Мен ағылшын тілінде сөйлей аламын. Енді осы сөйлемді өткен шаққа аударатын болсақ, модальді can етістігінің өткен шақтағы формасы could болып келеді екен. Мысалы, I could speak English when I was young. Мен жас кезімде ағылшын тілінде сөйлей алғанмын. Міне, құрметті көрермендер, осындай ағылшын тілінің қыр-сырымен әрқашан таныс болып жүрейік. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Goodbye.